Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Ендігі біз таныстыратын ойыншықтың түрі ол Қазақстанның құрамалы картасы. Яғни бұл жерде өздеріңіз қарап отырғандай ағаштан жасалған тақта түрінде жүреді, және де ішіндегі мынау магнитиктер болады. Яғни магнитиктер болады, ол жерде түсіп қалмау үшін арнайы пленкамен қапталған. Яғни барлығы өте сапалы және де керемет үлгіде жасалған. Мысалға, бұл жерде біздің өзіміздің басты аңғаратын жайт, бұл жерде біздің елтаңбамыз, туымыз белгіленген, елтаңба емес құрсын, туымыз белгіленген, және де менің елім Қазақстан Республикасының картасы деп жазылған. Осы жерде біздің тәуелсіздік алған күнімізді де, елордамыз қай қала екенінде, және де еліміздің аумағы қанша, және де президентіміздің кім екенінде осы жерде жазылған. Балалар географияға қызығатын болса, балаларыңыз өте таптырмас құрал ретінде болады. Ендігі біз ашылған түрін көрсетейік. Яғни бұл жерлерде барлық облыстарымызда олардың несі жазылған? Аумағы жазылған. Қанша аумақты алып жатыр. Және де барлық облыстарымыздың атаулары айтылған. Мына жерде Батыс Қазақстан, Атырау облысы, Маңғыстау облысы деп. Және де осылар магнитик түрінде жүреді. Байқасаңыздар, өздеріңіз аңғарсаңыздар, әрбір магнитикте суреттер тұр. Олар неліктен десеңіздер, әрбір облыстың өзінің мақтанатын тұлғалары көрсетілген. Яғни бұл жерде біз Семейді айтсақ болады. Семейде не болған? Семеймен ол бізде атом ядролық қаруы ассоциация жасалатын болса, одан кейін ол өзінің абайы және де шәкәріммен мақтанатын болады. Одан кейін Таразда бізде не бар? Таразда өзінің кесенелерімен, өзінің күйлерімен, өзінің ұлы тұлғаларымен мақтанады. Ал келесі кезекте бізде Қызылорда десе бірден есімізге күріш, мақта түсетіні сөзсіз. Шымкент қаласы қонақжай болғандықтан, яғни ол жерде бізде дастарханымыз бар, қызғалдағымыз бар. Түркістаннан өте киелі жеріміз, яғни Қожа Ахмет Яссауи кесенесін көрсек болады. Әрбір мына жерде қарасаңыздар, магнитиктер алынатын болады. Оларды былай алып тастасақ болады. Мінекей, егер балаңыз географияға қатты қызығатын болатын болса, осы жерден әрбір облысты көрсе болады. Мысалға, Ақмола облысы, Павлодар облысы қанша, Қарағанды, қай облыстың қай түске боялғанын мына жерден көрсеңіздер болады. Онымен қоса, бұл магнитиктерді балаларға тапсырма ретінде ойнатып жинатсаңыздар болады. Яғни, осыны мына суретті бір қаратып аласыздар да, одан кейін өзің жинап көрші деген сияқты осыларды былай жинатсаңыздар болады. Онымен қоса, бұлар бізде тоңазытқыштың сыртына да жабыстыруға келеді. Қарап отырсаңыздар, өте керемет жасалған, яғни түстері де, әріптері де, барлығы суреттері де барлығымыздың Қазақстанымыздың құндылығы, оның мақтанатын жерлерін барлығын ашып көрсеткен болатын. Мысалға, Атыраудың біздің батырларымен, яғни Махамбет Исатайымен мақтанатынын біз білеміз, оның мұнайы бар екенін, Ақтаудың мұнайымен мақтанатынын, және де Алматы өзінің тауларымен, мысалға, шаңғысымен, медеуімен аты шыққан ғой. Сондықтан осы жерде барлығы да біздің Қазақстанымыздың қалалары, облыстарының мақтанатын ерекшеліктері сипатталып көрсетілген болады. Мінекей, одан соң балаңыз патриот болатын болса, осы жерден қарап, мысалы, еліміздің тәуелсіздік алған күні қай күн, бұны бізде үлкендердің өздері біле бермейді. Яғни социалды опростар жүрген кезде осы жерде еліміздің тәуелсіздік алған күні қай күн десе шатастырып жатады. Осылай балаңыздың еліміздің патриоты болып өсіп, оның біздің өмірімізден, яғни еліміздің тарихында елеулі орын алатын күндерді есінде сақтау үшін бұл өте керемет құрал болып табылады. Және де елордамыздың Астана екенін де біліп жүреді. Одан кейін оның аумағы қанша, және де президентімізді де көбісі білмей жатады. Кішкентай балаларыңыз президентіміздің кім екенін біліп өскенін қаласаңыздар, осы менің Қазақстаным, яғни Қазақстанның құрамалы картасы
сіздерге таптырмас құрал болады.